Мен Маша, қалайсыңдар достар? Менің жаңа скайблогыма қош келдіңіздер достар. Өте керемет. Келесі скайблогымызға да жеттік ау деп, достар. Біраз күн видео шықпай кетті. Ренжімеңіздерші достар, ренжімеңіздерші. Өйткені достар, менің скайблогымда өте қызықты скайблогтардан андай скайблогтарды табу өте қиын болып жатыр. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Достар, давайте комментарияға жазып кетейікші, тағы да қандай скайблогтан керемет видеолар шығарайын. Соны комментарияға жазып кетеміз. Давайте достар, арнаға тіркеліп кетейікші. Бізге 1000 подписчик азақ қапты достар. Давайте бәріміз арнаға жазылып кетейік. Сол кезде дейтін достар, мен видеоны үнемі шығарып отыратын болам. Сіздерден тіркелу, ал менен видео. Достар, ал достар, бастаймыз. Так, бүгінгі бөлімде не қызық болады екен? Бізге дейтін, мынау алдындағы бөлімнің несі анау дейтін достар. Так, бізге дейтін әзірше не? Соған бізге дейтін неге? Жоқ, қолымда да жоқ достар, ойлаңыздаршы. Маған күрек бермепті жер қазуға бір ғой. Күректі алу үшін бізге дейтін ағаш керек. Хотя бы ағаш болғанда шүкіршілге де ағаш болғанда да бар ғой. Так, мынаны бүйтіп не алып аламыз? Верстак алып алайық. Қазір біз дейтін чистись. Хоп дейміз да, бізге бір мынандай лопата алып алайық. Күрек алып алайық достар. Өйткені біз бүгінгі бөлімде дейтін кереметтей скайблокты бастайтын боламыз. Так, қай жерінен бастасақ болады? Так, мынаның бәрін бит сындып текші. Ой, тағы бір деңгейге тап болдық достар біз дейтін. Мама, ё-моё, мынаған тез задым бар ғой. Достар, мынау не? Достар, мынаны қараңыздар, труптар жатыр ғой, труптар, ойлаңыздар. Труптар не істеп жатыр? Так, мынаның үші дейтін кішкентай аяқ па не? Сонда бір скайблоктың кішкентай аяқ ба, осындай аяқ ба? Так, мына жерде табличкалар жатыр екен, не деген мынау? Босқа түстің дейді. Босқа түстің. Неге босқа түстім достар мен дейтін? Бекер емес, өтірік айтпаңдар, бекер емес мен түскенім. Так. Саған достар, мынаны қарасаңыздар сіздер. Мама. Ё-моё, неге труптар жатыр? Соны түсінбей тұрмын. Так, достар. Ойбай. Жерге жақындамақшы болып кетерміз. Мағалар ұқсап жатпайын мен дейтін. Түсінсем бермазын достар. Что-то бірдеңе істеу. Ойбай. Труптар не істеп жатыр? Қараңыздар достар, мына жердің бәрі қойыпты. Ой. Достар, мынаның астында тағы бір бәле бар достар. Сындырлама не мынау? Ойбай, неге құйрығы мына жерде? Достар, мынаның астында бірдеңелер жатыр, қараңыздар, бір әріптер ма? Так, түсеміз ба? Давайте, оп, ойбай, ойбай, кет, ой. Достар, мынаның асы дейтін достар, мана достар, херобрин достар. Достар, мынау херобрин мынау. Так. Мынаның төбесі ашық па әйтеуір? Сонда біз херобриннің үйін тауып алдық па? Так, мынандай да херобрин бола ма не? Мама, түрі дейтін, сайтан жаман нәрсеге ұқсайды екен түрі дейтін. Так, тиіспек қойық, бұларға тиісіп қойып. Қараңыздар, мынандай да херобрин болады екен. Қараңыздар достар, мына херобринді кім біледі? Бұрынғы херобриндердің түрі мынау дейтін. Ойбай, қачық херобрин бар ма не мына жерде? Мама. Босқа кірдің дейтін. Неге босқа кірдім? Мен смел жүрем мына жерде. Херобриннің екен ғой. Мыналар жай статустар ғой ары тұрған. Қалайсың? Мына жерде бір херобрин тұр, бірақ мына жерге неге бір жерге қойып қойған бұны? Соны түсінбедім. Қараңыздар достар. Мама.
Ё-моё. Не үшін бұндай тұр екен, соны түсінбей тұрмын бар ғой. Босқа кірдім деп қояды. Босқа кірген жоқ. Мен дейтін, мен машамын ғой, мен бәрін. Ой, мен мықтымын ғой. Керемет мен дейтін. Давайте маған тиісіп көрейікші, бүйтіп ұстап көрейінші. Ей! Нұмсыныз? Жоқ, тиіспеңдер маған. Тиіспеңдер. Ей! Нұмсыныз? Ей! Қайсысын ау? Ей! Ей! Істедіңдер, ей! Қақтасыңдар? Йоо! Сын шығам мен мына жерден не? Мынау несі? Болмайды екен ғой, ё-моё, достар, шошып кеттім мен дейтін. Өлтірмеңдерші дейді, мені өлтірмеңдерші. Жоқ болып кетті, достар, көрдіңіздер ма не болған жаңағына? Ема, достар. Так, қастарында сұмдық берген, достар, қараңыздар, сұмдыққа тиісем тағы. Так, ой, бол, тиіспеймін жігіттер. Тиіспеңдер маған, тиіспеңдер. Так, мен кішкентай қызбын ғой мен. Так. Жоқ, бітей салған несін алар, ей? Так. Достар, мынау Херобрин неме қарғыс атқан жер ма мынау, қалай елестері екен, достар, Херобриннің. Или Херобриннің өздері ма? Төртеуі қол салып бүйтіп жатыр, ойлаңыздаршы. Так, сонды. Так. Болған жоқ қой, болмас екен. Так. Мынау не тағы? Так. Мынау несі, достар, мынау түсінбейтім, что-то барған, мынау не екен? Давайте өзіме алайыншы. Херобрин тиіспейсіңдер қоя маған. Так, мына бәрін бүйтіп оғалымыз тұрып жүр екен бәрінде. О, мынау не мынау? Ататын бір бәле ма? Ой. Ой, қараңыздар достар. Мынау ататынан қараңыздар, бүткен нәрсені сындыра алады екен мынау. Так, тағы не? Мынау не? Вообще, достар, мыналар түсінбедім, что-то бар ғой, не екенін. Так, бірге көреміз достар. Так. Ой! Дейміз, Ей, не болып... Ой. Ей, не болып кетті? Достар. Мен неге жаным кішкентай болып қалды, достар, көрдіңіздер ма? Так, қазір. Ой! Ема, достар, мен Херобринге айналып кеттім, ойлаңыздаршы. Так. Ой. Мын қараңыздар, достар. Так. Давай, оп. Ей, давай, төбеге шықсай. Так, оп. Давай. Ема, достар, мынаны көрдіңіздер ма, не болғанын? Остырғанда. Так, Ей, өз-өзін басқара алмайтын достар. Мә. Ема, достар, сонда Херобриннің несі болып тұр ғой. Өзінің, қараңыздар, мен өзімді бүйтіп оп дейміз да. О, достарымнан қараңыздар. Көрдіңіздер ма мынандайды? Мынандайды бірінші рет көрдім. Қараңыздар, достар. Херобриннің заты болып тұр ғой, сонда мынау дейді. Херобриннің өзінің бізге адамдарға, майнкрафтерлерге істейтін заты болып тұр ғой. Мә, саған достар. Мә. Бәрін сыптыра аламын мен, достар, қараңыздар. Қараңыздар, достар, найзағай ойнап кетті. Так, қайсы? Жерде жүрген бағана сендер ғой, мен не етіп Мә, саған өліңдер еште. Анау достар, қараңыздар. Бәрін сындырып тастай алады екен. Мынау не? Так, хоп.
ойбай мынаны қараңыздар, маған геймод беріледі ойлаңыздаршы, асыға улап баратқан кезде. Вот это да, достар, вот это да. Мына қараңыздар, достар. Бәрін сынтып жайламын, давай сын бәрін, достар. Херобрин дейтін күшті екен ғой, Херобрин заттары дейтін, достар. Мына қараңыздар, андай қылып, оқ деп өзім бейіп. Секірсей? Ей, секірмей алыңыз? Мына қараңыздар, достар, мына жердің бәрін өртей аламын мен дейтін. Достар, бүгінгі ойында өте қызықты болды, Херобриннің үйін таптық, достар. Давайте видеоға лайк басып арнаға жазылып кетейікші, өте қызықты болды деп ойлаймын. Келесі пранкта, келесі достар, пранк емес, келесі достар Skyblockта, келесі бөлімдерде көріскенше. Маша мен дуэттен тағы не түсірейін достар, соның бәрін комментарияға жазып кетіңіздер. Мен ажарының бәрін батышына шығарамын. Достар.